Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Тіл ғылымы айдарындағы тыйым сөздер деген плейлистке тағы да бүгін ақпарат ұсынғым келеді. Бүгінгі сіздерге ұсынылатын ақпарат ағайындардың өзара қарым-қатынасы барысындағы соның мазмұнын таңбалайтын атауларға қатысты болады. Бірінші атау ат-май деген атау. Қазақ тіліндегі ат-май сөзінің мазмұнында қазақтың көне дәстүрімен ағайынның арасындағы бір-біріне көмек беру салты мазмұндалады. Ағайынды адамдардың ішінде ауқаттылары, бақуатты тұратындары, тұрмысы кедейлеу адамның сұранысы бойынша немесе өз еріктеріменен оларға мініс атын пайдалануға береді. Бұны ат-май деп атайды. Мініс атын пайдалануға берген ауқатты адам кедей туысынан ешқандай ақы сұрамайды. Бірақ кедей туысы тарапынан оның белгілі бір істеріне қол жәрдемін жасағысы келетін болса, оған қарсылық танытпайды. Ағайындардың ауқаттыларының тұрмысы төмен отбасына көмектесуіндегі осы ат-май дәстүрі қазақта ауылы бүтінді аман дейді, елі бүтінді есен дейді деген тіркесте сақталған. Ағайындардың арасындағы бір-біріне көмек беруді мазмұнына сақтап қалған келесі тіркес көлік майы деп аталады. Көлік майы сөзінің мағынасы да осы ат-майға ұқсас. Бұл көлік майы дегенде салт, бұл салт бойынша жарлы жақыбайлар өздерінің жұмысына, мінуіне байлардан, ауқатты адамдардан арнайы мал сұрап алады. Бұны көлік майы деп атайды. Қазақ тілінде жылу деген сөз орныққан және ол көпшілікке таныс. Жылу бұл елге жұт келген кезде немесе елге жау шауып кейбір адамдардың жағдайы мүлдем төмендеген кезде өзіне қарағанда ауқаттырақ болып саналатын адамдардан барып көмек сұрайды. Жылу кезінде берілетін көмек ол ақшалай берілуі мүмкін, заттай берілуі мүмкін, немесе малдай берілуі мүмкін. Осыған орай жылу жинау, жылу сұрау деген тіркестер орныққан. Жылу сұрау, яғни ағайындардың арасынан барып көмек жәрдем сұрау, жылу жинау деген белгілі бір туысына өзге туыстарының бәрінің жиналып жылу жинап беруі, яғни көмекке жинау әрекеті. Жылу жинаудың бір түрі немеурін деген атпенен сақталған қазақта. Қазақта осы жылуға қатысты өле жегенше бөле же деген айтылым орныққан. Бұл қатыгездікке, өзімшілдікке салынбай, өзіңнің қолыңда барынды, жеке әсіресе қажетті асты, күнкөріске қажетті асты өзің жеке пайдаланбай, оны бөлісуге үндейді. Яғни көпшіл болуға үндейтін айтылым. Қазақта үме деген сөз қалыптасқан, күні бүгінге дейін үме сөзі пайдаланылады. Бұл сөздің мағынасы негізінен қол көмегіне құрылған, яғни белгілі бір шаруа жасап жатқан, құрылыс салып жатқан адамдарға негізінен үмеге шақырылады. Бұл кезде көпшілікте ағайынның, көпшіліктің жиналып келіп, оған қол жәрдемін беру. Үме жасаған кезде үй иесі үмеге шақырған адам, үмешілерді, келген адамдарды белгілі бір ас мәзірмен, яғни құрметтеп, оған өздеріне қызмет көрсетіп жатқан жанға дастархан жайып отырады. Бұдан басқа қазақ тілінде осы сауын беру деген айтылым орныққан. Сауын беруді ағайындардың бір-біріне көмек қолын созу салтының мазмұнын таңбалайды. Бұл кезде сауынды сиыры, сауынды биесі, түйесі немесе ешкісі жоқ адамдарға сол сүтін сауып, сол малды асырап бағып, өзі пайдалану үшін берілген мал беру салтын сауын беру деп атайды. Сауын алған адам, сауынға алған малды өзінікінде бағып күтеді және де сүтін тегін пайдаланады. Қазақта баланы асырап алу, бала асырап алу деп тіркес орныққан. Негізінен қазақтар баланы өз кіндігінен ер баласы болмаған жағдайда ағайындарынан ер баланы асырап алатын болған. Негізінен ер балаларды. Ал баласы мүлдем жоқ адамдар қыз баланы да ағайындарынан асырап алатын болған. Осы бала асырап алған кезде ауқатты адамдар, малды адамдар
үлкен той жасап, ал шаруасы шағын адамдар олар құрмалдық беретін болған. Осы тойдың үстінде немесе құрмалдықтың кезінде баланы асырап алу салт дәстүрі жасалатын болған. Бұл дәстүрдің аты, салттың аты, бұл жілік ұстату деп аталады. Ер бала асырап алған болса, ер баланың қолына асық жілікті, қыз баланың қолына тоқпан жілікті ұстататын болған. Жілік ұстату бұл көпшіліктің алдында өзінен тумаған баланы тумады деп, өлмеймін деп көпшіліктің алдында берген уәдесі іспетті болып саналатын болған, және бала беріп жатқан адамдардың өз ризашылығымен бергендігінің, бала асырап алып жатқан баланың сол балаға өз әке-шешесіндей болатын жауапкершілікті көпшіліктің алдында уәде етіп алуының көрінісі болған. Бұдан кейін жілік ұстатудан кейін ашамайға мінгізу деген дәстүр жасалатын болған. Негізінен бұл ер балаларды ағайындарынан асырап алғанда 5-6 жасында алатын болған. Бұл кезде бала атқа мінетін жасқа, атқа мініп үйренетін жасқа келген. Сондықтан оны ашамайға мінгізіп, атқа мінгізу жоралғысын жасайтын болған. Жалпы бала асырап алу ағайындылардың арасында мүмкін болмаған жағдайда, бөтен елден бала асырап алатын болса, онда оны есін білмейтін жас кезінен бастап асырап алған. Қазақ тілінде тоқымғағар деген сөз бар. Бұл да тоқымғағарда ырымның атауы. Жас бала немесе жігіт алғаш рет өз үйінен алыс сапарға шыққан кезде ата-анасы оған тоқымғағар деген ырым жасайтын болған. Тоқымғағар ырымын жасаған кезде арнайы мал сойылып, сыйлы ас қазанға салынып, үлкендер шақырылып, соның құрметіне, жолаушының құрметіне дастархан жайылатын болған. Тоқымғағар деп аталуының негізгі себебі сол ер азаматтың жолға шығардағы ер тоқымын қағып, оны арнайы дайындауға байланысты шыққан. Қазіргі кезеңде бұл тоқымғағар жолды жуу деген тіркеспенен сабақтасып жатыр. Қазақ тілінде сондай-ақ тана тағу деген тіркес қалыптасқан. Тана тағу тіркесі де негізінен ырымға қатысты орныққан. Бұл бойынша, бұл тана тағу деген ырым бойынша бір жасөспірім қыз болсын, жасөспірім ұл бала болсын, ерекше бір үлгі өнегелі іс жасаған кезде, ақылды іс жасаған кезде, немесе өнер жолында белгілі бір табысқа жеткен кезде, оның тума-туыстары, жеңгелері, апалары баланың қуанышына ортақтасып, оның алғашқы жеңісіне қуанып, келіп оның киіміне түйме қадайтын болған, немесе белгілі бір заттарды атайтын болған. Осы қуанышты әке-шешесі жақсы ниетке балап, арнайы мал соялатындары мал сойып, қазан асып, сый құрмет көрсететін болған. Бұл үлкен қуанышқа бөлісіп ортақтасып келген жандар дастархан басында ән айтып, өнерлерін ортаға салатын болған. Бұл тана тағу ырымы қазір енді тана тағу деп аталмағанмен, әркім өз баласының жетістігін, қуанышын тума-туыстарының арасында бөлісу дағдысы әлі де бар. Тілінде желі қағар, желі майлар, сірге жияр деген атаулар бар. Бұл атаулар негізінен жылқы малына байланысты, соған қатысты жасалатын ырымдардың атаулары. Желі қағар деген ырым бұл көктемгі уақытта биені сауатын алғашқы кезде жасалады. Желіні тарттыратын, байлайтын қазық қағылады. Қазықтардың басына желі тартар көп болсын деп ақ тамызады. Желі майлар деген ырым осы желі қағардың кезінде жасалады. Бұл кезде жаңадан тартылған желіге жас құлынды енесімен және үйірдің айғырымен бірге байлап, олардың бауырына май жағады және маңдайына ақ тамызады, және қазыққа ақ тамызады. Бұл кезде желі тартар көбейсін дейді. Тәңір берген несібең, тепкілесе кетпесін. Желіңнің о шеті мен бұл шетіне атылған оқ жетпесін деген бата береді. Ал сірге жияр деген ырым бұл керісінше биенің сауыны аяқталғаннан кейін күзге қарай соңғы сабадағы қымызды бір орталыққа жинап, соңғы саумалын ішумен байланысты. Келесі жылғы бие сауынына дейін, желі қағар дәстүріне дейін аман есен болайық, ырысымыз, берекеміз мол болсын деген ниетпен жасалады. Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздерге бүгінгі ұсынылған ақпарат осындай. Каналға ұсынылған видеолар сіздерге ұнаса, пікір жазып, лайк басып,
тіркелмесеңіздер тіркеліп қоюларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.